жер бетінде қандай күнә болса да Алла тағала сабыр қылады екен. Кейбір сол хадистің тәпсіршілері жазады, періштелерге жазба деп айтады екен. Періште жазба деп тұрады екен да. Мына дүмші молда Арман Қуанышбаевтың шатпырағын тыңдағаннан кейін бұл ақмақ Құранды оқыды ма екен деген сұрақ келеді ойына. Егер оқыса, неге оп-оңай жазылған аяттарды миына қондыра алмады екен? Әлде бала кезінде төсектен не есектен құлап, миына зақым келді ме екен деген ойлармен мазалайды. Ал енді Арманның шатпырағына келетін болсақ, Арманның аузымен шайтанның өзі сөйлеп тұр. Адамдарды адастыру үшін. Өйткені екі иығымыздағы періштелер біздің істеген жақсылықтарымыз бен күнәларымыздың бәрін жазып отырады. Аузымызды аштық, бәрі жазылады. Бұл дүниеде ешқандай кешірім болмайды. Осыны ұғыңыздар. Кешірім тек қана қиямет күні жасаған жақсылығымыз бен күнәларымызды таразыға салған соң ғана болуы мүмкін. Егер Аллах қаласа ғана. Сондықтан осындай дүмші молдалар арқылы айтылатын шайтанның азғыруына сеніп қалып күнә жасап, артынан кешірім сұрасам күнәларым жазылмайды екен деп ойламаңыздар. Аллах Құранында шаңының үлкендігіндей жасаған жақсылықтарың мен күнәларың болса да көресіңдер дейді. Бұл қиямет күнгі болатын жағдайды ескертіп жатыр Алла тағала. Міне бірнеше аяттар келтірейін, егер менің сөзім аз болатын болса. Бірақ орысша ғана. Это Писание наше, книга Деяний, говорит против вас по справедливости. Мы приказали записывать все, что вы совершали. 45 сура, 29 аят. Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники трепещат от того, что в ней. Они скажут: горе нам, что это за книга. В ней не упущен ни малый, ни великий грех. Все подсчитано. Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо. 18 сура, 49 аят. Тот, кто сделал добро весом мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом мельчайшую частицу, увидит его. 99 аяттың 7-8 сүрелері. Енді маған сенбесеңіздер, Аллахтың аяттарына сенесіздер ғой деп ойлаймын. Ешқандай күнә кешірілмейді бұл дүниеде. Бәрі жазылып жатыр. Мен бұл туралы алдында тағы да айтып кеткен едім лекцияларында. Соған қарамай осындай ақымақ дүмше молдалар күнә жасап жатыр міне, елді алдап. Жасаған күнәларыңыздың бәрі жазылып жатыр, кешірілмейді. Тек қана қиямет күні Аллах тағала таразысына жасаған күнәларыңызбенен жинаған сауаптарыңызды салып өлшейді, содан кейін ғана шешім қабылдайды. Кімді кешіреді, кімді жазалайтыны туралы.